Қайсар футбол клубы академиясының жас аяқ топшыларына спорттық жиынтық табысталды. Олардың бапкерлеріне де жаттығуға керек жарақ жабдықтар берілді. Тілші бейнематериалында толығырақ. Спорттық жиынтықтың ішінде маусымға қажетті киімдері бар. Форманың дизайны мен үлгісін әлемдік брендтен алған. Бұған қоса жаттығу жұмыстарына қажет спорттық аяқ киім, сөмке, қолғап, қорғаныс құралдарда ойыншыларға үлестірілді. Осы арқылы балаларға барынша жағдай жасап, мотивация бергіміз келді дейді клуб директоры. Облыс басшысының қолдауымен өзіңіз балдарға өте жас спортшыларға көңіл бөліп жатыр. Оның ішінде мына Қайсар клубы орталық жаңа футболшыларға, орталық командаларға тапсырма болған болатын бізге биыл орталық футболшылардың, жаңа жас жеткіншектердің бәрінің керек жабдықтарын бәрін толығымен алып беру. Енді биылғы жетістіктер біздің футбол орталығының әрине бұдан кейін, мына бүгінгі формадан кейін екі еселе міндетті түрде жоғары таблицалардан көрінеміз. Салтанатты іс-шараға Қайсар командасының ойыншылары мен бапкерлік штабы да қатысты. Олар орталықтың жас футболшыларына спорттық киімдерді табыстады. Дала қасқырларының 1968 жылдан бері жанкүйері Нұрлыбай Ұлықпанұлы да жас аяқ топшылардың қуанышына ортақтасты. Жақсы профессионалды маман футболшы болуларың үшін мына спорттық киімдерді беріп жатыр екен. Соның бәрі құтты болсын. Алда жетістіктеріңізден жетістікке жете беріңіздер. Ал спорттық экипировка жас ойыншыларға ерекше қуаныш сыйлағандай. Спортқа керек нәрсенің бәрі бар, бүкіл киімдер сүйіктелген, барлығы жетістікті. Енді осы формамен бұйырса алдағы жетістіктерге жетіп береміз. Басты арманым мен футболист болу, және де болашақта Еуропада ойнағым келеді. Качествосы барлығы размері бізге келіп тұр, ұнады. Экипировка ұнады. Осы Қайсарда ойнап келе жатқаныма 4 жылдан асты. 4 жылдан бері сол бір позицияда ойнаймын. Правый вингерде ойнаймын. Таразда болған екінші турда үздік ойыншы атандым. Оқжетпеспен жеңіске қарсы ойнадым. Өзімнің армандаған клубыма шақыртып алғым келеді, және сборныйда ойнағым келеді, Қазақстан сборныйында. Қайсар клубының командада ойнаймын, нападающий, центральный. 15 ойында 29 гол. Арманы сборная түсу, және де премьер-лига түсу. Айта кетейік, бүгінде Қайсар футбол орталығында 250 жас жаттығады. 13 пен 18 жас аралығындағы жасөспірімдердің 6 командасы бар. Оған қоса соңғы жылдары қыздар тобы да жасақталып, лигаларда жақсы нәтиже көрсетуде. Алдағы уақытта академия ауқымын кеңейтіп, жасөспірімдерді командаға көбірек тарту жоспарланып отыр. Мақсат Карбай, Ержан Сүлейменов, Еркебұлан Шаукенбаев, Қызылорда телеарнасы.